Кендерден бір күнні оқытушы, яғни профессор, өз оқушылар янына зурғына сауыт, яғни банк алып кірі. Әлігі сауытына алып кіріп істелге қойғаннан соң, профессор әлігі сауыт ішіне зур-зур ташлар тутыра. Сауытны зур-зур ташлар білен тутырып бітіргеннен соң, профессор, яғни оқытушы, өзінің студентларына сұрау бере. Құрметті балалар, міне әлігі сауытымны мен зур-зур ташлар білен тутырып бітірдім. Менің сауытым толымады. Әлігі толы сауытны көріп, оқушылар барысы да бір ауыздан, «Әйе, профессор, толы» деп жауап берелер. Шыннан соң оқытушы әлігі зур сауыт ішіндегі зур-зур ташлар янына бұршақ біртіктер сала. Сауытна бұршақ біртіктер білен толтырып бітіргеннен соң, ол қабаттан тілге келе. Құрметті балалар, міне әлігі сауытымны мен зур-зур ташлар һәм бұршақ біртіктер білен толтырып бітірдім. Менің сауытым толымады. Әлігі толы сауытны көріп, оқушылар қабаттан, «Әйе, енді профессор, толды бит» деп жауап берелер. Шыннан соң оқытушы әлігі зур сауыт ішіндегі зур-зур ташлар һәм бұршақ біртіктер янына құм біртіктері сала. Сауытны құм біртіктер білен толтырып бітіргеннен соң қабаттан тілге келе. Құрметті балалар, міне әлігі сауытыма мен таш, бұршақ һәм құм біртіктер білен толтырып бітірді. Менің сауытым енді толдымады. Оқушылар қабаттан барысы да орындарынан тұрып басып, «Әйе, енді профессор, толды бит» деп жауап береді. Шыннан соң оқытушы әлігі зур сауыт ішіндегі зур-зур ташлар, бұршақ біртіктері һәм құм біртіктері янына су толтыра. Сауытны су білен толтырып бітіргеннен соң ғана қабаттан тілге келе. Міне балалар, менің сауытым әлі яңа ғана толды. Көз алдыңызға келтіріңіз. Мен сіздің яныңызға ең бірінші зур сауыт, яғни банк алып кірдім. Әлігі сауыт, ойлап қарасаңыз, бүгінгі күнде сіздің тұрмышыңыз, сіздің дүнияңыз. Һәм мен сіздің дүнияңызға, тұрмышыңызға ең бірінші зур-зур ташлар салдым. Зур-зур ташлар бүгінгі күнде сізді тәрбиелеп өстірген әби бабайлар һәм әти әнилері кезді. Шыннан соң мен сіздің сауытыңызға әлігі таш біртіктері янына бұршақ біртіктері салдым. Бұршақ біртіктері енді бүгінгі күнде сіз тәрбиелеп өстірген балалар һәм сіз өстірішек балаларды. Шыннан соң әлігі біртіктері янына мен құм біртіктері салдым. Құм біртіктері бүгінгі күнде сіздің ішіңіз, қызметті кезді. Ең ақырдан мен сіздің дүнияңызға, яғни сауытыңызға су салдым. Су бүгінгі күнде сіздің ақшаларыңыз. Һәм балалар, ойлап қараңыз, әгер де сіз өзіңіздің сауытыңызына, дүнияңызына ең бірінші су, яғни ақша білен толтырған болсаңыз, сіздің тұрмышыңызда әти-әнеге де, балаларға да һәм ішіңізге де орын қалмас еді.